Сіз аруақ деп отқаныңыз керемет оған. Керемет деген нәрсе ол сіз айтып отқан. Аруақ деген нәрсе ол керемет. Кераматул әулия хаққун дейді. Әулие деген кім? Аллах тағала оны қатты Аллаға жақын болып, Аллах тағала оны сыйлап, қолында басқа қарапайым халықтың қолынан келмейтін амалдарды Аллах тағала соған қолынан келтіреді. Оған керамат деп айтады. Әулиелердің кераматы хақ. Мысалы, ең үмметте, мұсылмандардың үмметінде керамат қолынан көрінген кісі Абдул-Қадир Джейлани деген айтады кісі. Әулие. Ол кісі сахабалардан да көп қолынан жаңағы керемет көрінген қолынан. Өліні де даже тірілткен өліні. Абдул-Қадир Джейлани. Абдул-Қадир Джейлани бір күн аруақ деп айтпайды, әулие деп айту керек. Ол әулие деген тағы бір бізге ең маңызды ескертуге тиісті. Әулиелердің кереметі ихтияри ма, ихтияри емес па? Яғни бұлай олардың өз қалауымен жасай ма, немесе Аллах тағала бұйрық келсе жасай ала ма? Біз ойлаймыз, әулиелер не қаласа соны жасайды деп ойлаймыз. Олай емес. Пайғамбарлар да олай емес. Пайғамбарлар мұғжизе көрсетем десе көрсете алмайды. Құран аятта Нухтың Ибрахим сүреде ма қателеспесем, Нухқа үмметі айтады. Сен дейді, шынайы дейді, Алланың елшісі болсаң дейді, өзіңнен бізге бір мұғжизе көрсет дейді. Сол кезде сенеміз дейді. Нух айтады, Аллах тағала дейді, мен Алланың әшейін елшісімін дейді. Аллах тағала бұйырса, Аллах қаласа мен жасай аламын, Аллах қаламаса жасай алмаймын дейді. Мұғжизе керемет та сол. Сіз ойламайын, мына әулие қолынан бәрі келеді бұл әулиенің. Жасайым деген жасайды, олай емес. Алла тағала қаласа бұл керемет жасай алады. Қаламаса жасай алмайды. Соны түсінек. Ихтияри өз еркінде емес кереметтің. Қалаған кезде керемет көрсетеді, қаламаса көрсетпейді, ондай емес. Аллах тағала қаласа көрсете алады, қаламаса көрсете алмайды ол. Жоқ, бар. Неге жоқ? Қияметке дейін болады ондай адамдар. Біреу алдыңызда отыр. Ойнап айтамын. Білдіріп қойдыңыз ғой. لبيك لا شريك لك لبيك